бар. Мысалы, алып аңшы өрмекші Гетеропода максима, оның аяғының ұзындығы 30 сантиметрге жетеді. Және бұл барлық өрмекшілердің арасындағы рекордтық көрсеткіш. Бұл Лаостада мекендейтін өрмекшілер шынымен үлкен, дегенмен одан да үлкен түрлері бар. Әлемдегі ең үлкен өрмекшілерді көру үшін әрі қарай көріңіз. Тарантул Голиаф ең бірінші орында алады. Ол әлемдегі ең үлкен өрмекші, оның аяқ-қолдарының мөлшері алып аңшы өрмекшіге қарағанда сәл кішірек, шамамен 28 сантиметр. Бірақ денесі 2 есе үлкен, ұзындығы 10 сантиметрге жетеді. 1965 жылы Венесуэлада Голиафтың ең үлкен түрі ұсталды. Оның аяқ-қолдарының ұзындығы 28 сантиметр. Содан бері әлі ешкім бұл рекордты бұзған жоқ. Голиаф шынымен рекордын ақтайды. Ол расында құсты да жеп тастауы мүмкін.